Қалайсыздар достар, бізде кезекті объектіміз бітіп жатыр. Котельный толығымен бітті. Котелдан бастайын. Бізде котел Навен, Наполеон 400 квадрат тұр. Ал бізде уже үйге барған жерлері теплый пол. Былай трубалары барып. Бізде котельныйдың насосы келіп гидрострелкаға жалғанған. Сөйтіп гидрострелкадан распределение таралған. Сосын косвенный бойлер тұр бізде. Косвенный бойлердің подачасы, термометр мен термодатчигі бар. Автовоздушка, предохранитель 6 атмосфера бізде. И сосын расширительный бак отдельно. Ыстық судыкі, суық судың кіретін жері обратка. Мынау бізде үйден айналып келетін жері. Ыстық су барады, қайтадан айналып келеді. Дальний санузелда су ашқан кезде тез келу үшін бұл. Сосын 500 литр накопитель қойдық поплавокпен. Одан шығады да вакуумный насос үйге су жібереді. Подпиткаға двойной колма, біреуі полифосфат, біреуі нит болады. Мынау бізде 35 литр үйдің расширителі, мынау бізде ыстық судың расширителі. Лайк басып, бағалап кетіңіздер. Осындай жасататын адамдар болатса, бізге хабарласыңыздар. Үй салып жатқан достарыңыз болса, видеомен бөлісіп